Ештеңеден қателесу тек Құдайдың ғана қолынан келеді. Етікші етіктен басқаға баға бере алмайды. Пайдалыдан бұл өмірде керексіз көп. Уақыт барлық құралдың ішіндегі ең қымбаты. Өмір қысқа, оны даңық қуып босқа кетірме. Байланыссыз сөз ауыздықсыз ат сияқты. Ең үлкен шығын босқа кеткен уақыт шығыны. Өзіңнен ұяла жүрсең, сені ешкім ұялта алмайды. Алғысты дер кезінде айтқан дұрыс. Биліктің сөзінде шындықтың таңбасы көрініп тұрсын. Уақыт барлық жараны жазады. Айтылмаған сөздердің мағынасы терең. Күткен сайын махаббат жалындайды, тез суиды керегін алғаннан соң. Сөзден күшті ештеңе жоқ. Ақымақтан өткен ер жүректік жоқ. Өткен ренішті есте қалдырма. Байдың асын күнде жеме, ол саған арнап ешқандай шығын жасап жатқан жоқ. Ал ол сенің үйіңе келсе, бар жиғаныңды бір дастарханға жұмсап шығынға батасың. Ата-анаңды Құдаймен тең құрметте. Бірін-бірі сүйетін адамның ұрысы ұзаққа бармайды. Жақын адамды жоғалтқанда терең уайымға түспе. Қайтыс болған кісіңді жерлеген соң қайғыңды жүрегіңнен қу. Барлық адамның соңы өлім. Ашуын ауыздай білген адам ұят келетін істі ешқашан жасамайды. Ізгі адам даналық пен достықты таңдайды. Біреуі өтпелі игілік, екіншісі мәңгілік. Адамдардан алғыс тілеп ештеме жасама, сонда алғыс айтпаса да ренжімейсің. Менмендіктің орнын ақылға толтыр. Көңіл қалауын орындада, осыны орындағанда не болады, орындамағанда не болады деп өзіңнен сұра. Сүю ылғи жасайтын іс. Әйелің мен балаңды өзіңнен артық сүй. Әуелі өз төңірегіңді қамтамасыз ет. Қорқынышты болып көрінетін адам қорқыныштан ерікті бола алмайды. Аз қасіретке төзімді болса, үлкен рақаттың дәмін татасың. Кей рақаттардан бас тарту ауырырақ қасіреттің болмауына себеп болады. Көп адамдар байлыққа жету арқылы жамандықтан құтылудың орнына оны көбейтіп алады. Біз достардың жәрдемін қажет етуден гөрі, олардың жәрдем беретініне сенімді көбірек қажет етеміз. Ашқазан тойымсыз емес, ашкөздік тойымсыз. Ұсақ қызмет жасай салудан қашпа, ол сенің ірірек қызмет жасауға да әзір екеніңді көрсетеді. Қажеттілік апат, оны қанағаттандырудың соңынан қуып кетпе. Шексіз қалаудың себебіне байланыстырылған нәрсе үлкен шаттық әкелмейді. Ешқашан күндеме, жақсы адам күндеуге лайық емес. Жаман адамдар бақытты болған сайын өз-өзіне зиян келтіреді. Өлім деген біз үшін ештемеде емес деп ойлауға үйрен. Өйткені жақсы нәрсе де, жаман нәрсе де сезіммен өлшенеді. Ақылға тағдырдың қарсы тұратыны сирек кездеседі. Ең үлкен жамандық өлім, бірақ оның бізге ешқандай қатысы жоқ. Біз бар болсақ өлім жоқ, ал өлім келгенде біз жоқ. Жетілу деген алған білімді пайдалану. Жақсы өмір сүрумен жақсы өлу бәрі бір ғылым. Абайлап әзілдес, әзіліңізді түсінбей қалмасын. Жайлы өмірді көп аңсай берген адам тынышсыздықта өмір сүреді. Әйелдің өмірі жалпыға ортақ болғандықтан жаза, сұлу емесі көріксіз болғандықтан жаза. Бақытсыздыққа төзе алмау бақытсыздықтың көкесі.